балам, саған дайындаған арнайы жылқымыз бар, атың бар сенің өзіңнің. Мына біздің дайындап жатқанымыз ер тоқым деп аталады. Атқа мінесің, өзіңнің атың бар. Ер тоқымды аттан құламау үшін мінеді. Аттен ердің қанаты, ертең осы ер тоқымды салып, атты ерттеп, өзіңді мінгіземіз атқа. Жақсы ма? Ja, әкешім жайрайды. Ал, міне балам, сенің ер тоқымың дайын болды. Әкешім рахмет. Балам, жігіттің де жігіті бар, азаматы бір бөлек. Жылқының да жылқысы бар, қазанаты бір бөлек дейді. Міне саған дайындаған жылқымыз бар. Қазір мінесің, азамат боласың, сен қорықпа. Жылқы деген киелі жануар. Сүтін ішсең, қымыз болады, бал болады. Мінсең, көлік болады. Жесең, еті дәмді болады. Жылқыға мінсең, үсті жел, сүті ем болады. Жылқы малдың патшасы дейді атам қазақ. Анашым, не жазып Мен ет асып жатырмын. Біз үйге қонақтар келеді. Әкем жылқы сойған, соны соғым етін бергелі жатырмыз. Балам, сен одан да барып көршілерді үйге соғымға шақырып келсеңші, ет жеп кетсін үйден. Алақай, анашым. Ассаламалейкум. Уалейкум ассалам. Еламан балам. Біздің әкеміз астыда шақырып отыр. Келіңіз. Аға, сізге көмектесейін ба? Иә, Еламан. Қазір қонақтар келерді. Солардың қолына су құйып бата аламыз. Иә, аға, жарайды. Ассаламалейкум. Уалейкум салам. Дәке. Ассаламалейкум. Уалейкум салам балам. Аумин. Өз сендер алды болыңдар, бақытты болыңдар. Аумин. Құрметті көршілерім, сіздерді қазан майлы, көңіл жайлы болсын деген ниетпен соғым асынан дәм татуға шақырдым. Ал астарыңыз дәмді болсын. Ағайын туысын халқын елін сыйлайды, азамат болып өте бер Алла. Аумин. Оппа! Оппа!